Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Марал Есенова. Бүгін мен сіздерге әртүрлі осындай көкөністерден жасалған ассорти жабуды көрсететін боламын. Біз бүгін ассортиға сәбізден, кабачоктан және бұрыштан жабатын боламыз. Өте дәмді шығады. Қысты күні банканы ашқан кезде аромат иісі бұрқырап, сондай таптырмас қою тағамдарға таптырмас тағам болып саналады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ассорти жабуға қажетті ингредиенттердің барлығын төменде описанияға жаза кетем, және сол дайындаудың да рецептісін. Ассорти жабу әдісі өте оп-оңай әрі тез. Ал енді кастрюлемізге кішкене орташа қылып суды алдық. Смородинаның жапырағын, хреннің жапырағын және малинаның жапырағын салып, бірге қайнататын боламыз. Алдын ала банкаларымызды жалт-жұлт еткенше жарқыратып жуып алып, 10-15 минуттай осылай стерилдейтін боламыз. Патиссон қияр қызанақпен ассорти жабудың видеосының сілтемесін қалдыра кетемін, көріп шықсаңыздар болады. Ал енді кастрюльдегі суымыз қайнағанша, алдын ала осылай жуылған көкөністерімізді арнайы пышақтың көмегімен әдемі қылып осылай кесіп шығамыз. Қалауларыңызға қарай кабачоктың қабығын ашып тастасаңыздар да болады. Бір кабачокты қабығымен, екінші кабачокты қабығынсыз осылай аршып тастап жабатын боламыз. Рифленый қылып кесетін арнайы пышақтың көмегімен қазір осылай дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Бұл пышақтың көмегімен картоп, мінекей, сәбіз кессеңіздер де болады. Біз енді бүгін осылай сәбізімізбен кабачогымызды кесіп шықтық. Бүгін жабатын ассортиімізге мінекей сәбізіміз де кабачогымыз да дайын. Мінекей смородина, хрен, малинаның жапырағы қосылған, суымызды сарқырап қайнап жатыр. Негізі жапырақсыз да таза суды қайнатып қойсаңыздар болады. Ал енді барлығы дайын. Енді бісміллә деп қазір банканың ішіне барлығын жайғастыратын боламыз. 2 литрлік банканың түбіне 7-8 горошек бұрыш, 2-3 аршылған сарымсақ, 2-3 лавр жапырағын және зонтик укроп, қалауларыңызға қарай көк шөпті салсаңыздар болады. Енді тәтті 1-2 қызыл бұрыш, жасыл бұрышты қосып жібердік. Енді осылай бір қабат кабачок, бір қабат сәбіз салып шықсаңыздар болады. Немесе қызанақ қосып жіберсеңіздер де болады бір қабатына. Яғни өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қалаған көкөністеріңізді, мысалы қиярда турап жіберсеңіздер болады, 40 қабат капуста турап жіберсеңіздер болады. Өте әдемі, өте дәмді шығатын болады. Мінекей банкамызды айналдыра отырып, барлығын салып шықтық. Енді бетіне мінекей сәбізді, сосын оның үстіне болгар, қызыл және де көкбұрышын салып жібереміз. Мінекей банкамыз жабуға дайын. Қазір үстіне қайнаған суды құятын боламыз. Суымыз да қайнап дайын тұр. Қазір енді мына суға не үшін жапырақ қосып қайнатып жатыр екен деген сұрақ туындауы мүмкін. Осы әдісті маған көрші әжем үйреткен болатын. Яғни сумен жапырақты бірге қайнатқан кезде, суға жапырақты қосып қайнатқан кезде, ол көкөністеріміздің бұлжырап кетпеуіне, яғни қытырлақ болып шығуына әкеледі екен. Сондықтан осы әдіспен сіздерде жасап көріңіздер. Енді жаңағы банкамызға суды құйдық, одан кейін 10 минуттай тұрды, оны төгіп тастадық. Төгіп тастап, жаңа қайтадан сол суды қайнататын боламыз. Сол дайындап, 2 литрлік банкаға 2 штук аспирин салдым. Мінекей жаңағы суымызға 1 қасық тұз, 2 ас қасық қант салдық. 1 ас қасық тұз және 2 ас қасық қант дегенім. Осылай рассолымызды дайындап аламыз. Енді осы марляның немесе ситаның көмегімен рассолымызды құятын боламыз. Өзіме осы бірнеше қабаттап марлемен құйғанды ұнатамын, себебі майда көзге көрінбейтін қоқыстарды ешқандай жібермейді. Енді алдын ала стерилденген суда қайнатылған крышкамызға, мінекей ватный дискке кішкене ғана уксус қышқылын, сірке қышқылын жаңағыдай тамызып, крышкамызды сүртіп аламыз да, осылай қақпақ закрутканың көмегімен банкамызды жабатын боламыз. Бірінші мен автоматты қолдандым, екінші мінекей өздеріңіз көріп отырғандай полу автоматпен қайтара жауып жатырмын. Полу автоматты қолданған кезде сағат тілімен аяғына до конца апарасыздар да кейін қайтара осылай айналдырып басып шығамыз. Енді
қараңыздар, осылай жапқызып немесе төңкеріп банканың дұрыс жабылған жабылмағандығын тексеріп жатырмыз. Егер дұрыс жабылмаса, осы жерден 1-2 тамшы жаңа су ағып кетеді. Енді жерге тақтай қойып, мінекей жаңағы басқан банкаларымызды тағы да бір қайтара тексеріп, осылай төңкеріп, үстіне жылы одеялоды жауып, 1-2 тәулікке қоямыз. Яғни банка өзі суып шығу керек. Ал енді құрметті көрермендер, видеоның аяғына дейін қарап шыққандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Кабачок пен сәбізден өте дәмді ассорти шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, видео пайдалы болса, өз достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікір қалдыра кетсеңіздер қуанып қалар едім. Сіздер де өз жолдарыңызды бөлісе отырыңыздар. Ал бүгін сіздермен болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.